Бәріміз Супермен, Халк, Железный человек, Бэтмен, Флэш, Ыртут деген секілді қаһармандарды білеміз. Олар тек шетел комикстерінде ғана. Ал олардан бұрын пайда болған қазақ ертегілеріндегі қаһармандарды солармен салыстырсақ, еш кем түспейді. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге шетел қаһармандары мен қазақ ертегілеріндегі қаһармандар жайлы айтамын. Бәріміз білетін Супермен мен Халк кез келген нәрселерді көтере алады. Олар үшін ауыр ештеңе жоқ. Дәл сондай күші бар қаһарман бізде де бар. Ол толағай, немесе таусоғар. Ол да кез келген нәрселерді көтере береді және көлеміне қарамайды. Комикстерде Супермен криптондық болғандықтан оның ерекше күші бар болатын. Халк қандай да бір эксперименттің әсерінен өз күшіне ие болды. Ал толағай кішкентайында өзіне шапқан арыстанды көтеріп лақтырған болатын. Содан кейін әртүрлі нәрселерді көтеріп қараған, сөйтіп таусоғар деген атқа ие болған. Ерекше күшсіз-ақ ақылымен қаһарман болып жүргендер де бар. Мысалға келтірсек, комикстерде Бэтмен және Железный человек. Қаһарман болмаса да ақылды адам бізде де бар. Ол алдаркөсе. Біздің алдаркөсеміз Брюс Уэйн және Тони Старк деген секілді миллиардерлерді оп-оңай алдап кетер еді. Брюс Уэйннің ата-анасын кішкентай кезінде қылмыскерлер өлтіріп кетеді. Кейіннен ол Готэмдегі қылмыскерлерді тоқтату үшін Бэтмен деген атпен ерекше ақылмен қылмыскерлерді ұстайды. Тони Старк комикс бойынша өзінің әкесінен қалған жобалар арқылы өзінің өмір сүруіне қажетті құрылғы жасап шығарады. Кейін оның энергиясы көп екенін біліп, ұшатын, ататын және ақылды темір киім жасап шығарады. Әрине, бұның бәрі ақылының арқасында. Біздің алдаркөсеміз қаһарман болмаса да өзінің асқан ақылымен кез келген адамды алдай алады. Ертегілерде ол байлар мен кедейлердің арасында тепе-тең ұстағаны жазылған. Яғни байлардан қулығымен, ақылымен алдап алып, кедейлерге берген. Флэш пен Ыртут өз комикстерінде тез жүгірсе де, олардан біздің ертегілердегі желаяқта қалып түспейді. Қанша дегенмен комикстен бұрын ертегілер жазылды емес пе? Флэш анасының өлімінен кейін медсуд-эксперт мамандығы бойынша жұмыс істей бастайды. Кейін оған қандай да бір найзағай түсіп, тез жүгіретін күшке ие болады. Оның жылдамдық күші найзағайдың жылдамдығымен тең. Марвел комиксінде Ыртут туылғаннан тез жүгіретін күшке ие. Ол дыбыстың жылдамдық күшімен бірдей жүгіреді. Қазақ ертегілеріндегі желаяқ туылғаннан еңбектеп жүріп, өз жасынан ертерек жүріп кетеді. Кейін оның нағашы атасы Қаңбақшал аты шулы Қаңбақшал менің нағашы атам болып келеді. тұсауын кесіп, атын желаяқ деп қояды. Желаяқ өз қатарластарының арасында ең тез жүгіретін бала болған. Көп ойлана біздің ертөстікке сай келетін қаһарманды іздеп таппадым. Сөйтіп, Бойтұмарын мысал қалып, Зеленый фонарь, Особь, Человек-муравей деген секілді қаһармандар сынап көрдім. Жанатты азаматтың ерекше күші жоқ, оған келетін күштің бәрі сақинада. Сақинаны таққанда Зеленый фонарь деген атталады. Человек-муравей басында қарапайым ұры болып жүреді. Кейін бір үйге ұрлыққа түсіп, ерекше костюм тауып алады. Ол костюмның ерекше қабілеті үлкейіп кішіреюі. Бұның да ерекше қабілеті жоқ, күштің бәрі костюмде. Ал ертөстікке келер болсақ, ол жай жастайынан батыр болған. Ертөстік туралы соңғы шыққан анимациялық фильмде ол сүйіктісі берген Бойтұмар арқылы ерекше костюм алады. Оның ешқандай қасиеті жоқ болса да, ертөстік өзінің батырлығымен, мықтылығымен, ақылымен айдаһарға қарсы тұрады. Әрине, бұл ертегі ғана. Біздің көлтаусарымызда шетел қаһармандарымен кеп түспейді. Десейдің суда жүретін қаһарманы, яғни Аквамен, сусыз қалса ешқандай да қаһарман бола алмайды. Себебі оған тек су жыртқыштары бағынады. Көлтаусар өзі ертегіде болса да мықты қаһарман екені белгілі. Қазақ қаһармандары үшін арнайы костюмнің қажеті жоқ. Ертедегі қарапайым үй киіммен де қаһарман бола алады. Және тағы басқа да қаһармандарымыз, батырларымыз туралы ертегілер бар. Егер де осы ертегілерді қаһармандарды қосып фильм шығарса, сол фильм үздік атанатын шығар. Марвел мен DC-дің қаһармандарындай қаһармандар бізде де бар екенін білдік. Әрине, бізде фантастикалық фильм түсіруден тәжірибеміз жоқ, бірақ соны дамытып, осы фильмді көреміз деген үміттеміз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ертегілердегі қаһармандарды қосып фильм шығарса жақсы ма, әлде шетел комикстеріндегі қаһармандарға қанағат етесіз бе? Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен, FD Fury. Көкбаст каналынан дауыс үшін кешірім сұраймын. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.